өңірден солтүстікке қоныс аударғандардың бірі Серікбай Омар. Ол 2023 жылы Павлодар облысы Успен ауданына көшіп келген. Бұрын Жетісу облысының Көксу ауданында тұрыпты. 10 жыл бұрын атамекенге ат басын бұрған. Қазір денсаулық жағдайына байланысты ауыр жұмыс істей алмайды. Соқыршекпен ауырып, ота жасатқан. Содан бері белі сыр беріпті. Мен өзім енді былтыр жүріп келгенде келе қалғаннан кейін аяқ астынан ауырып қалдым. Ауырып қалып, содан балам осы үйді алды. Мен докторханада жатқанымды алды. Соның артынан 2 рет операция болдым. Бір рет соқыршек жарылып кетті деді, одан 3 күннен кейін қайтадан ішім кеуіп жаңағы. Содан кейін ойбай сені операция қыламыз деп қайтадан сол қалада операция жасады. Соны 1 ай жаттым докторханада. Шұғыл құтқарудың өзінде 12 күн жаттым. Есім жиырмайды. Үйдегілерге дайындық істейсің деген екен, соның балам осы үй тапты. Әке үй алмасам ауданнан болмайды екен. Оңтүстіктен көшіп келген отбасына әкімдік үй алуға қаражат берген. Соның арқасында аудан орталығынан баспаналы болды. Қолдау қаржыға бір сиыр алып, оның сүтін сатып, жан бағып отыр. Жолдасы да жұмыссыз, тек қорадағы азынаулақ малға қарап қалған. Я, осы бір сиырдың сүтін ат шығып сатам, көшеге бір күнде 10 литр сүт береді. Көшіп келе саған кезде алған. Осы мен семьямды асыраймын, отағасының жағдайы жоқ, ақша тауып жұмыс істейтін. 2 сиырға жеткізгенге жағдай келмейді сол. Назарбаев атамыз айтқан кезінде 2 сиыр алып жаныңды бақ деп. Оған екеуге жеткізе алмай тұрмыз, қолымыз қысқа болып. Енді 2500 болады ғой 10 кг сүтіңіз. 250 теңгеден өткіземіз. Күнделікті ішіп жейтініміз досыммен ажыратам. Басқа кіріс жоқ. Серікбайдың отбасы алғаш көшіп келген кезде қаржыдан қиналғанын айтады. Өзі ауырып, ауруханада жатып қалып, қаражаттың бәрі дәрі-дәрмекке кеткен. Үлкен ұлы жалдамалы жұмыс істеп үйін асырапты. Оқуын тастап кетіп, әке-шешесіне көмектескен. Ауылда жұмыс жоқтықтан қалаға жұмыс істеуге кетіпті. Енді алғаш көшіп келе сағанда қиналдық біраз енді қаржылық жағынан. Не жерде көміріміз жоқ, не отынымыз жоқ. Мен өзім операция болып жатқам. Сол бір талыл әйтеу чақпылап істеп, соны тапқан әйтеу көмір алады, біресе отын алады. Біразырақ кредиті бар құяды, оны құяды. Сонымен қиналдым. 2 жыл болды ғой міне кейін қиналдым үстінде мысалы. Мен енді биыл кішкене әйтеу әрін аяққа тұрып. Ауыр жұмысқа жарамаймын, оны айтқан. 1-2 жыл ауыр жұмыс істемейсің деп. Соны өкіметтен енді тиімді саясаттар болып, бір беретіндер болса беріңдерші десек, не онда ештеңкесін бермейді. Енді алып қарасаң алып жатады енді бірдемелер. Біз алып жатырмыз деп қояды. Сонымен оларына да тиімді саясатын. Не грантын алмадық. Жазда ауылдасының бесін жалға алып қымыз сатады. Отағасы осыны кәсіп көзіне айналдырмақ ниетте. Алайда оған қаржы қолбайлау болып тұр дейді. 2,5% несие қайтарымсыз грант алуға өтініш берген, бірақ еш қайсысы да берілмепті. Серікбайдың ендігі арманы ауыл шетінен киіз үй тігіп, қонақтарды күтіп алатын жазғы дәмхана ашу. Кредит алып бір немене саяжай ашайын деген кәсіп. Саяжайдың орнында алып қойғанбыз жерін. Ақшасын төлеп. Бие байлап қымыз қазақ үй тігіп біздің. Қазақ үй тігіп жағы. Енді жерде ондай қазақ үй тіккен жоқ қой. Сырттан әлі келген ел болса күтіп алатын қылып, қазақ үйдің ішін әдемілеп гүлдеп жасап, қымыз құйып сөйтіп, қойымызды сойып жағы. Тамағымызды 1-2 түр тамақ шығарып жағы жерде. Сөйтейік дегенбіз. Сондай кәсіп істейік дегенбіз. Өткен жылы Павлодар облысында кәсібін дөңгелетем дегендерге 400-ден астам грант бөлінген. Соның 6 гранты Успен аудандағы кәсіпкерлерге беріліпті. Аймақтың жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының мамандары грант саны шектеулі екенін айтады. Сол себепті барлық қоныс аударушыларды бір уақытта қайтарымсыз қаржымен қамту мүмкін емес деп отыр. Бұл берілетін көмектердің гранттың саны шектелген ғой. Бұл шектеусіз емес, түсінуіңіз керексіз. Бұл жерде кез келген адам маған грант керек, маған грант бер деп айта алмайды ғой. Комиссия қарастырады оны. Комиссия кімнің бизнес идеясы күшті, кімнің бизнес идеясы конкуренцияға төзіп бере алады, сол ұтады.
яғни ертең сіз қаншалықты адамды неше жұмыс орнымен қамти аласыз, қанша адамды жұмыс орнымен қамти аласыз. Өзіңізді сол ауданда шығарып жатқан болса, сол ауданда өзіңіздің шығарып жатқан шикізатпен өніммен қаншалықты қамти аласыз. Яғни бұл фактілер барлығы комиссия жағынан есепке алынады ғой. Кімнің бизнес идеясы қандай, кімнің бизнес планы қандай. Қайткенменде ол комиссия шешіміне байланысты. Бұған айтып өттім, көп факторлар әсер етеді. Серікбай Жетісу облысында тұрған кезде де мал баққан, бірақ ол жақ төрт түлік ұстауға қолайсыз болыпты. Малға жайылым жоқ. Сол себепті осы жақтан жер алып, мал өсіруді ойластырған. Алайда денсаулық жағдайына байланысты көбірек мал ұстауға шамасы келмейді. Кең жерді өкімет айта берді. Жер деген бар, ойбай үй беріп жатырмыз, айтып жатырмыз. Соны енді кішкене пайдаланайық деп келгенбіз. Өкіметтен берген несінен тиімділігінен байланса ғана балаларға келешегі бар ғой. Жер суын әперсек кішкене пайдасы бар дегенбіз. Соған бола келдік, әйтпесе ол жерде де отырып жамбаға беретін едік. Біреудің малын бақсақ та, біреудің отын жықсақ та. Кең жерге барып кішкене жер алып, игіліктенейік. Осындай бір кәсіп істейінші деп, осыны ойлап келген ғой өзім кәсіпті. Сол қымыз өткізу, саяжай ашу. Орыс тілінің мәселесі бұл отбасында айналып өтпеген, өздері орысша білмегендіктен аудармашы іздейтіндерін айтады. Дүкеннен зат сатып алу үшін аудармашы ретінде кіші ұлы көмекке жарап қалған. Өзіміз орысша білмейміз, ана кішкене ұл біледі, соны аударып береді, дүкенге кіреміз. Ананы төле дейді, жарайды деп төлейміз. Кейбір әуелі өзіміздің қазақтар орысша сөйлейтін бар, магазинге кірсек. Айналайын қазақша айтшы десек әрең айтады олар. Өз тілін жоғалтқысы келіп жүр әзір, көп сандылар. Қазақ тілін енді дамытып, қазақ елінде болғаннан кейін кішкене ұлғайтуын керек қой. Серікбай алғаш Успен ауданына келген кезде осы жақтағы өзге ұлт өкілдерінің көптігін көріп, кері көшуге бекініпті. Алайда кейінгі жылдары оңтүстіктен және шетелдерден келіп жатқан көп қазақты көріп, қалуды ұйғарған. Қазір солтүстік өңірде қалғанына өкінбейді. Кейінгі жылдары Успен ауданының өзіне 1200 адам көшіп келген. Өзгеріс қонар, ен толқынында жобасы.